Қайырлы күн достар, бүгін біз медовый корж жасаймыз. Цифраға 8 деген цифра жасаймын. Соған 80 грамм шекер, 40 грамм мед, шым-шым тұз, сосын бір жұмыртқаны осылай әбден араластырып аламыз. Газдың асты қосылып тұрған жоқ. Оларды әбден араластырып алайық, сосын қосамыз. Міне бір келкі қылып араластырып алдық. Астын жаймен қосамыз газын. Сосын 50 грамм сары май қосамыз. Осыны осылай былғап тұрамыз. Қайнатпаймыз, тек майы еріп кеткенше, шекері майы еріп кеткенше осылай араластырамыз. Шамалы сары түс берсін деп, шамалы осылай тоқтамай былғап тұрамыз. Сары түс бергенше. Қайнатпаймыз бірақ. Газдың астын сөндірдік. Енді жарты шай қасық сода саламыз. Ас содасын. Размері үлкейіп, көпіреді ас сода салған кезде. Енді осыны суытып қоямыз. Суығаннан кейін ұн 190-200 грамм ұн саламыз. Міне суыттық массамызды. Неге суытамыз? Себебі егер мына массамыз ыссы болса, бұған көп ұн керек болады. 190 граммнан да көп ұн керек болады. Сосын коржымыз біздің қатып кетеді. Егер суытып барып елесеңіздер, ұн қоссаңыздар, онда өзінің керегін алады тек. Мына ұнның де жартысын қосамыз қазір. Мына 190 грамм ұн. Араластырып аламыз. Шамалы қосамыз тағы да. Қалған ұнды осылай төгеміз. Массамызды осы жерге саламыз. Жерге.
артық ұн қоспаймыз. Осы неге, жаңа смеске тек 190-200 грамм ғана ұн қосамыз. Қатты бұлшырап жатыр, езіліп жатыр десеңіздер, оны қатты дымда қылмайды. Оны жаңа пакетке салып, бізде бір түнге неге қоямыз, холодильникке қоямыз. Өзінің керегін алды, осы жарайды. Қатты жұмсақ енді немес, май шығатындай емес. Осыны пакетке саламыз. Холодильникке қоямыз. Осыдан мен бөліп 2 корж жасайтын боламын. Мынадай пергаментный бумагының үстіне, менде пергаментный емес, силиконовый, неге жағатын, духовкаға астына салатын. Жаямыз. Біздің тестіміз холодильникте тұрды. 10 минут шығарып қоямыз да, 10 минуттан кейін осылай жаямыз. Бетіне ұн себеміз. Қазір трафаретіміз жасып қалмас үшін. Вилкамен тесіп шығамыз, піскен кезде ісініп кетпес үшін. Бұны енді пеште, қызып тұрған пеште 170 градуста беті сарғайғанша. Осылай бетін қатты қызартпай осылай пісіріп аламыз. Егер пеште көп ұстасаңыздар, ол қатып кетеді. Көп ұстауға болмайды. Бұны енді түсіріп аламыз осы жерге. Сосын әбден суығаннан кейін бар, төңкереміз. Бұлай теріс қаратамыз. Екіншісі кетті. Міне осындай 3 корж шықты.
осындай 3 корж шықты. Соң қалған тестісіне мынадай печенькелер жасадым украшенияға. Бұған енді кремді келесі видеодан көрсеңіздер болады.